Ағамыз қазір атағы шығып, мына Темірлан деген ютубердің арқасынан көптегенде қазақ елінен келген кісілер бұған звондап хабарласып күнде маза бермей бұл кісіге. Ортасына келген ең қызығы бір кісі қызына күйеу бала тауып бермейсіз бе деген ұсыныстар да болып жатыр екен. Айта беріңіз, ал жалғастырып. Біреу одан кейін маған 54-тегі күйеу тауып берсең деді. Одан ертеңде не болды, таптың ба деді. Жоқ, алаңдама дедім. Таба алмасаң дедім. Таба алмасам мен келіншек қыл боламын сен десем күледі. Қазір мені күтіп отыр. Ана келдік Шаңыраққа. Шаңырақ қазақтың Стамбулдағы шайханасы екен, Шаңырақ деген керемет. Өздеріңіз көріңіздер. Міне қазақ шайханасына келдік. О, Тоқаев, Ердоған мырза. Алматы керемет. Шымбұлақ, Түркістан. Керемет екен. Қазақстан туы тұр. Қандай тамаша. Шаңырақ деген кафе Стамбулда. Үстіңгісін бір қарап көрейік. Үсті ыстық дейді. Міне есекті қазақтың. Уалейкум ассалам. Міне жерге келгенде Түркияда жүрмеген секілді болып қалады екенсің. Өзіңізде жүргенде бір сезеді екенсің. Жақсы екен. Керемет. Шаңырақ ресторан. Hoş geldiniz деп жазып қойыпты. Шынымен ыстықтау екен аға. Осы жерде отыра берейік. Жақсы екен, иә. Осы жерге отырайық, әңгімемізді айтайық. Мен жұмыстан келдім, енді мұртым сақалымды алған жоғым. Ой, сіз осы ең жарасады. Сізге шамалы мұртты сақалы болып, мына қасыңыз қалың ғой. Менің өзім қасым қалың болғандықтан өтірік болса да кішкене шүксүйген ешкі сақалды өсіп қойғам. Сол секілді сізге де жарасады. Алейкум сәлем. Ой, жақсы болды. Мынау жақсы еді. Қазақ ресторанындағы әдемі тай. Bir торт и Торт алайық, иә. 3 ayran. Не дейсіз? Торт алдыңыз, иә, бұл. Ерсін деген ағалар. Сәлеметсіздер. Эфир кетіп бара жатыр дейме? Жақсы. Студент қыздар болса керек. Студентсіңдер ғой, да? Жоқ, жұмыс істейміз. Жұмыс істейсіздер ме? Қазақстанның қай жерінен келдіңіздер? Алматы. Жақсы. Қуаныштымыз. Мысалы аға, мына Алтайдан келген қазақтар көп 50-ші жылдан бастап Түркияға басталып келеді ғой, 54 деп естідім. 52-ден бастапты міне. Соның көшін бір ақырындап бір жақынырақ бір түсіндіріп жіберіп, сосын ары қарай Ауған мен Ираннан келген қазақтарды бір түсіндіре салсаңыз, жылдарын айтсаңыз. Енді мен тарихты онша көп білмейді, білгенімді айтып берейін. Bizim әкелерім 1938-де Шығыс Түркістаннан көшке бастап, Тақламадан чөлін асып, Гималия тауын асып, Пакистанға келіп, Пакистанда 13 жыл тоқтап қалған, осы жақты келе алмай, 1951-де қабылдады осы жердің президенті жаңа сайланған біреу. Сол қабылдап 1952-де осы жаққа алып келді, Түркияға алып келді. Сол мені әкелерім келген солардың ішінде. Сосын мен осы жаққа келгенде Allah razı olsun, Türk hükümeti, Türk halkı öte cömert boladı. Cömert деген mağanasını bilesiz mi? Cömert. Can aşırı boladı, kömek vergende жақсы көреді.
Сол кезде Түркияның жағдайы жақсы болмаса да өкіметінің келген қазақтардың бәрі бір қалаларға жіберді. Коnya, Сали, Маниса, Кайсери, Нида деген қалаларға жіберді. Бәріне үй салып берді. Нидаға барған қазақтарға 160 үй барады. Оларға бір жеке ауыл салып береді. Ауылдың атында Алтай деп қояды. Алтай деген ауыл деп қояды. Артынан егін егетін жер береді, сиыр береді, қой береді, бағыңдар деп. Сол бұйқан болып жұмыс істеген егін егіп, бидай, арпа, анамны жан сақтаған. Оның артынан сол осы жақта жақсы өмір сүріп келе жатқан, Құдайға мың шүкір. Түрк халқы да өте жақсы. Ақырында 1975-те Ауғанстаннан келген қандастарымыз бар. Олар 75-те келгенде, сонда bizim үлкен кісілеріміз сендердің көрген қиыншылықтар бәрін көрдік деп, бәрі бір бөлмесін беріп, жұмыс тапқанша, одан жер үйренгенше, сол қазақ тілінде өмір сүріп, қазір олардың балалары да үлкейіп кетті, бәрі бизнесмен кісілер де бар ішінде, басқа жұмыс істегендер де бар, оқығандары көп ішінде. Барлығы жақсы айтады. Ондай Алтай қазағы, Ауған қазағы деп бөлінбейсіз ғой. Бәріміз бөлінесіздер. Енді қанымыз бір, түбіміз қазақпыз. Жаңа сөзде Ауғанстаннан келген қазақтар, олар бізге Қытай қазағы деп айтады. Енді қазағымыз, қыз береміз, өз қанымыз ғой. Өз қазағымыз, салт дәстүріміз бір, барлығы ұқсас. Біз қазақшаға құданы құда қиып қайып сөйлесек, олар да сондай құда. Иран, Ауған қазақтары, мысалы мен естуім бойынша, мына жоғарғы мектеп, мысалы университетке оқу процесі Алтай қазақтарынан, Қытайдан барған қазақтарынан екеуінің айырмашылығы көп пе? Мысалы, оларда жақсы оқуға кіре ме? Кіреді. Оларды оқуға жақын ғой. Жатқан одан ақтаушы дейміз ғой, ауқаты бар, инженері бар, дәрігері бар. Онда тамаша. Бұрын 74 жылынан бұрын туғандардың көбі оқыған жоқ. Түркияда біз Қытайдан келген қазақтар. Оның себебі жұмысқа бастап келді. Жұмысқа бастағанда жұмыс жақсы. Ешкім акиметке барып жұмыс істейін, мұғалім болайын, инженер болайын деп ойламайды. Бір мұғалімді бір айда алғаным қазақ 2000 алады. Бұрында мұғалімдерді бейшара деп есептеген бе? Есептегенбіз. Неге десең, алған ақшадар өте нашар болды. Оғада бұрынғы мұғалімдерге елдің бәрі зекатын садақасын береді. Сондай болған мұғалімдер жағдай өте жаман болған, нашар болған. Ал енді заман өзгерілді. Bizim қазақтар оқымаған ол кезде. Жұмыс шағылысқа басса кеткен тері, дублонға, термен қатты айналысып пластика жасарып, ақырында ол жұмыстың бәрі Қытайға жеңілді. Қытайға жеңіл болсын, қазір мына Алла мың разы болып Tayyip Erdoğan'dan сол келгеннен бері мұғалімдің осы акиматта жұмыс істегеннен ақшалар өте жоғары болып кетті. Жақсы өмір сүреді. Сол үшін қазір елдің бәрі баласын оқытайын, оқысын деп есептейді. Бұрын оқуға барып не қыласың дейді. Жаңа бір жыл бізді мәжбүр дін оқуына жібереді. Дініңді үйрен, Алланы танып, пайғамбарды танып бір жыл сабаса да, таяқпен не болса, апарып бізді медреседе оқытады. Ағамыз да жақсы біледі, 93 жылдан бері осы жерге келіп кетіп жүреді екен. Өзіміз профессор, тарихшы, шығыстанушы, түркітанушы ағамыз. Сізде кішкене қосатын сөзіңіз болса айтып жіберіңіз. Енді профессор деп емеспіз әлі, қазір докторлықты оқып жатырмыз. Енді мынау мен 93 жылы басын айтатын болсам, 92 жылы Қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы университетте 5-ші курстың студенттері болатынбыз ол кезде. Сол кезде дүниежүзілік қазақтардың құрылтайы болды. Сол дүниежүзілік қазақтардың құрылтайына біздерді 5-ші курстың жігіттерін, тарихшыларды, әдебиетшілерді гид ретінде шақырды. Себебі мынау шеттен келген қазақтардың барлығына қазақтың тарихын білетін жастар қасында болсын деп. Сол кезде осы Түркиядан келген қазақ бауырларымызбен, Ираннан келген қазақ бауырларымызбен мен көп араластым. Біразын таныдым. 93-те бітіргеннен кейін мен еңбек министрлігінде жұмысқа орналастым. Еңбек министрлігінде
комитетінде көші-қон комитеті болатын. Сол комитеттің негізінде 93 жылы алдымен осы Стамбулдың Зейтинбурнында ауғаннан 80 жылдары көшіп келіп, осы жерде 10 жыл бойы тұрып, әлі паспорттың отандастығын алмаған кісілер болыпты. Соны көшіру мәселесімен комиссия құрылды. Сол комиссияның құрамында мен болдым. Сыртқы істер министрлігі, еңбек министрлігі, көші-қон, кеден, аэропорт, соның бәрін ұйымдастырып, енді қазір есімде жоқ, 8 ұшақ қазақ қандастарын біз Қазақстанның Қызылорда, Алматы және басқа да облыстарына көшіру жұмысына айналыстық. 2 апта осы жерде отырып, құжаттама жұмыстарын жасадық. Ол сол құжаттама негіздеріне кемінде 800-дей адамды осы жақтан Түркия паспорты болмаған, ешқандай паспорты жоқ ауған қазақтарын көшіру жұмысына мен араластым. Соның қасында болдым. Қосатын осы. Ой, керемет. Иә. Ағамыз қаншама сыртта жүрген өзіміздің бауырларымыз, қандастарымыз қаншама көмегі тиген екен. Одан соң осы жерді, мысалы, қазақстандық ретінде осы ағамыздан аса білетін ағамыз азау деп ойлаймын. Осы кісі, осы Түркияның бүкіл қазақтарының жағдайын 90 жылдан бастап қазірге дейін беске болып келе жатқан ағамыз деп ойлаймын. Жалғастыра беріңіз әңгімелеріңізді, сосын тағы түсіремін. Ағамыз мысалы мына көші-қон жұмыс жағынан өте хабары мол, шетелдегі жүрген қандас бауырларымыздан. Мысалы осы жол Талибан мәселесінде көптегендей қазақ бауырларымыз Ауғанстаннан көшіп келгісі келіпті, бірақ та мүмкін олар қазақ емес, өзбектер қазақпыз деп кіріп кеткендері жағдайлары да бар екен. Сол туралы бір түсіндірме айтып берсеңіз. Бұндай мәселе 1993 жылы осы Стамбулдың Зейтинбурнында барлық қазақтарды тіркеп Қазақстанға көшіру мәселесін көтерген кезде де болған. Ол жерде ұйғырлар, өзбек және де басқа ұлттың адамдары Қазақстанды қазақтарын іздеп жатыр екен. Бізді неғып іздемейді деп. Біріншіден реніштерін берсе, екіншіден жоқ, мен Қазақстанға кетем дейтіндер де болды. Әрине олардың қазақ емес екендіктерін осы жерде жергілікті қазақ бауырларымыз айтып отырды. Мынау өзбек, мынау ұйғыр деп. Содан кейін оларды алып отырдық, алмадық есепке. Содан кейін оған қатысты ұлттық қауіпсіздік комитетте жұмыс істейді. Бұл бір. Екіншіден енді қазіргі мынау мәселе Пәкістаннан және Ауғанстаннан бауырларымыз Қазақстанға көшу туралы ниет білдіріп отыр. Мен ойлаймын, бұған қатысты қазір бір емес бірнеше ұйымдар бар. Дүниежүзі қазақтардың құрылтайы болатын болса, мына Зейтинбурнда қанша жылдан бері жасап келе жатқан осы вакф дейді ғой. Иә, қазақтардың өзінің орталығы бар. Бұл содан кейін мынау кім Бешір ағамыз айтты, осы сенбіде не болады деп, бір қор жиын болады, отандастар қоры бастық. Отандастар қоры бар екен. Отандастар қоры бар. Негізі осы мәселені қолға алатын, осы отандастар қоры болсын, осы қазақ вакфы болсын, осы жердегі Стамбулдағы, немесе дүниежүзі қазақтардың құрылтайы болсын, осыларын қолға алып, шетте жүрген қазақтардың мәселесін жоғары жаққа жеткізетін ұйымдар болу керек. Осы ұйымдар мұрындық болатын болса, ары қарай бұның көшіру процесін жеңілдетуге болады деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Мен жаңағы сұрағымның негізі сол, мына Ауғанстанда қазақтар мен өзбектер қатты араласқан екен де, қайсысы қазақ, қайсысы өзбек шынымен де анықтай алмай қалатындай жағдай екен. Өзіңізді байқап жүрсіз, тілден кет қапты ол жақтағы. Бәрі өзбекше сөйлейді, киімдері бәрі ұқсас пуштулармен бірдей киінеді екен. Сонда қалай оларды белгілеуге болады? Мен үшін жеке өзім пікірімді айтайын. Мен үшін ол көп маңызды емес. Неге дейсіз бе? Себебі менің өзім ұстанған принципім бұл түрікшілдік принцип. Түрікшілдік принциптің астында бұл егер қазақпын деп, Қазақстан азаматын алатын болатын болса, ол белгілі бір уақыт өткеннен кейін оның бала шағасы да несте қазақ болып кетеді. Сондықтан біз келексе келетін адамды теппей, мүмкіндігінше қабылдағанымыз дұрыс деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Қанымыз бір болғаннан кейін, ертең бұлар келіп алып, анау
ішкен құдығына түкіретін орыстар сияқты емес қой. Иә. Келген жеріне сөйтіп ары қарай қазақланады деп ойлаймын. Сондықтан да бұл мәселені көп не қылудың керегі жоқ. Иә. Бұны өте маңызды ретінде қоюдың қажеті жоқ. Егер біз санымызды көтеруіміз келетін болса, ең алдымен өзіміздің ұлттық идеологиямызды дұрыс жолға қоя білетін болсақ, қандай да ұлт болсын, Қазақстан азаматы болғаннан кейін, ол міндетті түрде қазақтану керек. Дұрыс айтасыз. Өте дұрыс.